абысын ажын, құдаша құдағиларым, төркінім, мынау ағана көршілерім, біздің отбасымызда бір үлкен қуаныш болып, немере өмірге келді. Өрісімізді кеңейтіп келініміз өмірге немере келіп, кешеден бері бесік тойын өткізіп, бәріміз өте жақсы өткізіп алдық. Біздің отбасымыздың бір өзі армандап жүрген бір жақсы ойымызда бір ойымыз бар еді. Соны бүгін сіздердің бастарыңызды қосып, және бір сол арманымызды орындасақ деген мақсатпен жиналып отырмыз сіздерді. Мынау құдағиымда келін келсе өрісті кеңейтетін ол қуанышың. Әйтеуір келсап болмасын деп тілеп жатамыз. Келген келінім елімді елге қосып, отбасым ғана емес әулетімнің атын шығарып, жақсы келін болды. Енді менің міндетім құдағиым қызым бергенде сандығына мынау кимешегін салып жіберген еді. Мойнымда қарыз болмасын, жақсы келінімнің атын шығарып, мен де өзімнің міндетімді орындап, бүгін сол келініме алып келген кимешегін құдағиымның алдында рахметімді айтып отырып, сол кимешекті кигізсек деп сіздерді жинап отырмыз. Енді кимешек кигізгенде де бір өзі жақсы адамыңды кигізсе деп ойлайсың ғой. Менің өзім мына жерде отырғанның бәрі абысындарым. Кимешек кигізуін мына Күләш абысыныма тапсырғым келіп отыр. Күләш балалы ана, елді елге қосқан, қазір би аналардың әулетіміздегі бірі болған ана. Сол анамызға бүгін менің келінімнің басына кеше жас келін болса, бүгін мына керемет ағана болды деген атын шығарып, сол өзіңнің келе жатқан жолыңды көрсетіп, келінімнің басына кимешегін кигіз, қуанышымызбен бөлісейік. Ал кимешегін ал келінді салындағы. Ал келіндер қайда? Келіңдер. Ой, жарайсың. Айтқандарыңыз келсін. Ой, бәрекелді. Керемет, күшті кимешек салдысан. Құдағи, менде айналамда осы аналарым отыр, абысын ажындарым, келіндерім, осы мына үлкен абысыным соны тігіп, осы келін болған кезде мына кимешекті кисін соған лайықты болсын деп ниеттеніп еді. Абысынымда менің ниеті қандай жақсы. Ой, бәрекелді. Келісті қып тіккен екен өзіне. Нағыз кимешек екен. Айналайын, құтты болсын. Оншағы төгіліп тұр, әдемі кимешек, керемет. Үлкен әулеттің өте бір сәнді де, әнді, бір бақытты келіні болып айналайын. Керемет, жарақты. Ал айналайын жаным, бақытты бол. Ал аналар, бата беріңіздер келініме. Ал Ағана айналайын. болды. Бала келін болып келіп едім бұл әулетке. Мінекей, ана келін болған қадамың құтты болсын жарығым. Осы әулетті өзіне ізеттілігіңді білдіріп, мынау барлығын мәртебесін өсір осы әулеттің. Алла деніңе саулық берсін. Дүниеге келіп атқан сәбидің бауы бері, ғұмыр ұзақ болып, ата-анасы, әжелері қасында болсын. Ал әулеттің тойы құтты болсын. Тойға ұласын, бізге жығысты болсын. Келінімнің бала келін емес, ана келін болып кимешек кигеніне бата беріңіздер. Ал айналайын, бастарыңа бақ болсын, астарыңа тас келсін. Жақсы менен жанашып жүр, жаманнан қашып жүр. Бұл қыздарыңыз ұлықты болсын, қыздарыңыз қылықты болсын. Таңымыз азанды болсын, үйіміз қазанды болсын. Таңдайларыңнан ақ кетпесін, маңдайыңыздан бақ кетпесін жарым. Өмірлі, ғұмырлы болып өніп осы әулетті өндіре бер, өсіре бер. Құлдарым тек бақытты болыңдар. Мына дастарханымыз тек жақсылыққа жайылып, берекелі күн болып, бәле-жалайдан аман болайық. Басымыз аман,
жағамыз бос болып аманшылық болсын. және бір ойымызда жүрген бір көңіліміздің толқып жүрген бір жақсы бір ісіміз бар, хабарымыз бар. Мынау бала өмірге келгенде отағасы өзінің бір ойымен, осы ұлым жақсы ұл болса, осы әулетке бір жақсы келін келсе, келінімнің жақсылығын елге танытып, құдағиды осындай қыз тәрбиелеп бізге келін етіп, атымызды жақсы шығарып отырған құдағиыма осындай келін дайындаған, қыз дайындағанына рахметін айтамын деп, өзінің ұлым туғанда дайындап қойған бір құдағи жүзігі бар.